Сәлем оқушылар, мен сендерге қазір Android немесе iPhone телефондарынан Zoom бағдарламасын қалай орнатуға болатынын көрсетемін. Ең бірінші App Store немесе Play Market'ке кіріп, ағылшынша Zoom деп жазамыз. Zoom деп жазғанда ең бірінші шығып тұрған Zoom Cloud Meeting деген бағдарламаны жүктейміз. Бағдарлама орнатылып біткеннен кейін бағдарламаны ашамыз. Енді бұл жерде бізде көріп тұрғандарыңыздай 3 кнопка пайда болады. Бірінші войти конференцию, регистрация және войти систему. Регистрация деп арқылы сіз өздеріңіз электронды пошталарыңызды, аттарыңызды, фамилияларыңызды сақтауыңызға болады. Бірақ та бізге керек қазіргі таңда войти в конференцию. Енді бізге войти в конференцию батырмасын басамыз. Идентификатор конференция деген жерге әр ұстаздың өзі беретін идентификатор номері болады. Әр ұстазға жеке-жеке. Мысалға, информатика пәнінің идентификаторын аламыз. Бұл жерге жазамыз қолмен. Және мұнда екінші жолаққа мысалға өзіміздің аты жөнімізді жазсақ болады. Және войти батырмасын басамыз. Әрбір кейбір жағдайларда бізден құпия сөз сұрайды. Бұл құпия сөз ұстаздарыңыздың өзі идентификатор номермен бірге берілуі тиіс. Басқаннан кейін бізде подключиться с видео немесе подключиться без видео деп тұрады. Яғни өзімізге қалағанымыз таңдап кіреміз. Кірген кезде бізде осындай окно соединения және используем звонков через интернет деп тұрады. Яғни ол сіздің микрофоныңызды интернет арқылы пайдалану. Деп батырмасын басқаннан кейін сол жақ листа жаңа көргендеріңізде бұл включить микрофон. Астыңғы жолақта видеоны, звукты қосуға болады. Барлық участникті көруге болады. Чатты көруге болады. Чатта барлық адамдарға жазуға болады. Немесе чатта тек қана бір адамды таңдап, сол адамға ғана, жаңағы ұстаздарыңызға ғана таңдап, соған ғана ответін жіберуге болады.